Өнер жұлдыздары атақты спортшылардың таңдауы аламанға түсті. 70-тегі қарияның өзіне балалы болуға көмектескен емдік дәрумендер тек бізде. 21 түрлі шөптің құрамынан дайындалатын өнімдеріміз халал сертификаттармен рәсімделген сенімді өнім. Мекен жайымыз Абай көшесі 52В, Байзақ бизнес-центрі, 6-шы қабат, 602-ші кабинет. Кез келген қалаға жеткізу тегін. Толық ақпарат алу үшін төмендегі нөмірге жазыңыз. Аламан, нағыз ерлердің таңдауы. Армысыздар, құрметті ағайын. Алтынның қолда барда қадір жоқ дейміз. Расында сол бар алтынды біз қадірлей алмайтын сияқтымыз. Оған бүгін көзім жетіп отыр. О алтын деп сіздердің біздің жер астында шығып жатқан алтын емес. Әрине тірі жүрген алтындар да бар елімізде. Бүгін Бақыт көрсету бағдарламасының кезекті қонағы самбодан 2 дүркін әлемнің күміс жүлдегері, дзюдодан 2 дүркін әлемнің күміс жүлдегері және Азия чемпионы Айсара ханым Керімбекова. Өзіңізді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Мен де қуаныштымын, рахмет. Амансыз ба? Аманбыз. Жай күйіңіз барлығы жақсы ма? Аллаға шүкір, ақырын жүріп жатырмыз. Өзіңізді іздеп келіп қалдық. Рахмет іздеп жатқандарыңызға, көңіл бөліп жатқандарыңызға қуаныштымын. Өзіңіз туралы ақпарат іздеген кезде, Айсара ханым, сіз туралы барлығы соқырға таяқ ұстатқанда жазылған. Кім екеніңіз? Даңқты балуанымыз деп. Бірақ неге сіз сияқты осындай батыр аналарымызды бүгінгі таңда бізде насихаттамайды? Неге атыңызды жиі естімейміз? Енді жаңа өзіңді айтып кеттің, алтынның қолда бар қадір жоқ деп. Темір тістік кезінде соқ дейді ғой. Біз енді Совет өкіметі кезінде қиыншылық кезде күрестік. Темірді де соқтық, ыстықтай да соқтық, суықтай да соқтық. Енді біз қазіргі жастар сияқты бізге не береді екен, қалай болады екен деген ондай бізде ой болған жоқ. Осы Совет өкіметі кезінде Совет өкіметіне ән ойнатып, туын көтеріп жүрдік. Қазір мысалы қазақтың туын ойын көтеріп ән ойнататын жастарымыз көбейсе екен деймін. Енді қазір мысалы қарапсаңыз, қаншама біздің бұрынғы үлкен аталарымыз, ағаларымыз ұмытылып кетті. Соның ішінде мен де қалып отырмын. Міне Құдай қаласа жасымыз 60-ға келіп қалды. 60-ға келсе де міне ешқандай жаққа шақырмайды. Мысалы бір жарыстар болса, дзюдодан болсын, самбодан болсын, бір апамыз бар еді деп шақырса, неужели мен барып соларға балет етпеймін? Не соларға тілімді айтпаймын, ақылымды айтпаймын, былай күрес, былай істе деп неге айтқым келмейді? Айтқым келеді, барғым келеді, мен де көргім келеді. Ешкім елемейді, ешкім шақырмайды. Өкінішті. Ұмыт болып қалдық қой. Кезінде керек болдық. Отқан кезде, неған кезде Айсар едік, қазір Айсардан ұмытып кетті. Ұмытып кетті. Самбодан үлкен жетістікке жеттіңіз. Құдайға шүкір. Дзюдодан да үлкен жетістікке жеттіңіз. Жалпы мынау қарсы келген қарсыластарыңызды таза жеңіпсіз. Жаңағы бағанағы ұпай санымен емес, басқамен емес. Тіпті сізбен бағана белдесуден бас тартады екен. Бұл енді мен енді бір қалай қазіргі тіл пафос дейді ғой, бір сізді бір сұмдық бір көтермелеп айтып жатқан емес. Бұл ақиқат сөздер. Шындық бұның бәрі шын ғой. Мысалы қазір 10 адам келсе, 10 адам ішінде, мысалы 10 адам ішінде 1 адам солақай болады. Мысалы солақай болғанда, мысалы көбіне бізге ыңғайлы болады. Солақай болғанда көрдің бе, бәрі мысалы жамбасқа кіреді, передний кіргенде бәрі бұрылып кіреді ғой. Сол менің коронный приемым переворот болатын, іштен салып тастау, көтеріп лақтыру болатын. Даже Россияда күрес жүргенде мен ана переворотты қатты лақтырғанда бір қыздың даже өкпесін демаламай құлап қалып, содан кейін тренерлерге айтатын, Айсара айналайын, өзің не қылады, сен қатты лақтырмашы деп маған келіп сөйтіп айтатын, ескертетін. Қазір айтып отырсам мақтанғандай болатын шығармын. Шындық бұның бәрі болғанда әңгіме. Мысалы мен не клишком могу өтеді, соны мысалы кейде біздер қатты қыса беретін. Қысбаса да мен 3-4 рет сонда до конца күресіп, байлап отыратқанда, қылғындырып жатқанда тұрғызады, арқамнан тартып жатады, тыңдамай. Сөйтіп мен талай жеңістерге жеткен күнім болды. Бірақ соны кейбіреулер көре алмайтын. Көре алмайтын. Мухтар, вы враг народа номер 1. Я же вам доверилась, вложила в ваш казатом, и вы только представьте. Так, міне мен спортқын байлап жатырмын. Бізде қазақта қазықша алып байлау деген бар. Күрмеу деген бар міне. Қазықпен шалу деген міне. Қазықта. Чтоб шешілмес үшін, мықтап байлау үшін. Осыны қазықпен шалу дейді. Осыны байлай алмайтын адамдар да бар.
қазық бошы алу деген сөз міне